Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Сіздермен бүгін 20 минутта әдемі, дәмді, ерекше макарон жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші қайнап тұрған суға тұз, макаронды салып пісіріп аламыз. Макарон піскеннен кейін суық суға салып сүзіп қоямыз. Енді біз еттерді қуырамыз. Маринадталған етті осылай сақтап турап алдым. Қалған пияз, болгар бұрышы, чеснок барлығын сақтап тураймыз. Мінекей мен барлығын турап болдым. Енді қызып тұрған майға етті салып, жақсылап қуырып, үстіне пияз салып, томат салып қуырып, одан кейін болгар бұрышы, чеснок, тұз, дәмдеуіш барлығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Пісіп тұрған макаронымызды үстіне салып, 3-4 минут араластырып қуырамыз. Мінекей макаронымыз дайын. Ерекше әрі дәмді, көп уақыт алмайтын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.